Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып бұл қандай гүл? Это какой цветок? Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Қызғалдақ, тюльпан, раушан, роза, бәйшешек, подснежник. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Бұл әдемі бәйшешек. Раушан гүліне су құямын. Суретке қара, мәтінді оқы. Посмотри на картинку и прочитай текст. Әлібек, бұл қандай гүл? Әлібек, это какой цветок? Бұл раушан гүлі. Это роза. Анель, бәйшешек қандай гүл? Подснежник. Какой цветок? Бәйшешек әдемі гүл. Красивый. Кім гүлге су құяды? Кто поливает цветы? Саша гүлге су құяды. Саша поливает цветы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Әлібекте қандай гүл бар? Эти вопросы по тексту. Какой цветок у Әлібека? Бәйшешек қандай гүл? Подснежник какой цветок? Кім гүлге су құяды? Кто поливает цветы? Әлібекте раушан гүлі бар. Бәйшешек әдемі гүл. Саша гүлге су құяды. Екінші тапсырма. Бұл не? Сен ненің суретін саласың? Суреттерге қарап сұраққа жауап бер. Что это? Что ты будешь рисовать? Ответь на вопросы по картинкам. Бұл гүл. Мен гүлдің суретін саламын. Бұл аю. Мен аюдың суретін саламын. Бұл қоян. Мен қоянның суретін саламын. Бұл бәйшешек. Мен бәйшешектің суретін саламын. Бұл доп. Мен доптың суретін саламын. Бұл шар. Мен шардың суретін саламын. Бұл қызғалдақ. Мен қызғалдақтың суретін саламын. Үшінші тапсырма. Ойлан тап. Қайсысы артық? Которое слово здесь лишнее? Біріншіде қоян, екіншіде кітап, үшіншіде құрал. Төртінші тапсырма. Қандай әріп түсіп қалғанын тап? Ставь пропущенные буквы. Қызғалдақ, бәйшешек, әдемі, раушан, сурет, терезе. Кел жаттайық, выучи. Қырда шешек гүл ашып, жауқазындар жайқалды. Көк шалғынмен ұласып, самал желмен шайқалды. Диас Ғалымұлы. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.